2013 жылы желіге осы бір видео жүктелді. Лифтке бір қыз кіреді. Ол түймелерді қатты басуда, қолмен оғаш қимылдар жасап, есіктен жалтақтап қарап, бұрышта жасарынып, жалпы айтқанда қорқынышты, тылсым, әрі түсініксіз әрекеттер жасауда. Бірнеше минуттан кейін ол кадрдан жоғалды. Бірнеше сағаттан кейін ол мәңгілікке жоғалды. Осы видеодан кейінгі 10 жылдықта бүкіл ғаламторда түрлі тылсым болжамдар мен тергеулер болады. Бұл қастандық па, әлде мистика ма? Осы сұрақтардың жауабын іздеген әуесқой сарапшылардың арқасында көптеген өсектер мен болжамдар пайда болды. Бұл адамдарды да түсінуге болады. Себебі Элиза Лэм есімді қыз 2013 жылдың 31 қаңтарында осы қонақ үй ғимаратына кіріп, одан ешқашан кері шықпай жоғалып кеткен. Бұл оқиға аса бір атақты болмас еді. Дегенмен осындай тылсым жағдайлар аталмыш ғимаратта көп орын алған. Соңғы 90 жылда мұнда жауыз қаншерлер өмір сүрді. Жұмбақ кісі өлтірулер кездескен. Және түсіндіруге келмейтін жағдайларда жетерлік. Бүгінгі шығарылым Лос-Анджелестің өркендеп келе жатқан іскерлік ауданындағы өлім деп аталатын қонақ үй жайлы болмақ. Неліктен бұл ғимаратта тылсым жағдайлар көп? Элиза Лэмнің өлімінің артында не жатыр? Қонақ үйдің тарихы және бүгінгі халі қандай? Бұл Сесил қонақ үйінің қорқынышты оқиғалары. Ал бейне басталмай тұрып, мен әдеттегідей өзімнің тұрақты түрде пікір жазатын көрермендеріме шын жүректен алғыс айтамын. Сіздердің қолдауларыңыз қазақ тілді контенттің дамуына, өсіп өркендеуіне үлкен септігін тигізеді. Сол себепті де осы шығарылымды соңына дейін көріп, достарыңызбен бөлісіп, лүпіл басып, арнаға жазылып қойсаңыздар, қуанышты болар едім. Сондай-ақ, келешекте шығатын деректі фильмдерден қапы қалмас үшін қоңыраушаны да іске қосып қойыңыз. Баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Он жыл артқа шегінейік. Сонымен, 31 қаңтар 2013 жыл. Даунтаун, Лос-Анджелестің іскери ауданы. Элиза Лэм, 21 жаста. ақш-тың батыс жағалауына саяхат жасап жүрген канадалық студент қыз. Элиза көрші Сан-Диегодан автобуспен келіп, бірнеше күн Лос-Анджелесте қыдыруды жоспарлаған. 2013 жылдың қаңтарында күн ашық. Бұл уақытта Лос-Анджелесте ауа температурасы 15-17 градус. Шамалы салқындау, бірақ саяхат үшін керемет жағдай. Элиза Лэм өзін періштелер қаласына келген қарапайым турист сияқты ұстады. Жоғалып кеткен күні ол осы The Last Bookstore деп аталатын кітап дүкеніне келген. Сол күні Элизаны көрген кітапхана қызметкері қыз бірнеше кітап сатып алып, өзінің сөмкесіне симайтынына алаңдаулы болды деп есіне алады. Оның сипаттауынша Элиза көңілді, сонымен қатар ұялшақ қыз. Сол күні кешке қонақ үй қызметкерлері Элиза Лэмді қонақ үйдің бірінші қабатында байқайды. Әрі қарай лифтте көптеген желі қолданушылары бірнеше жыл бойы талқылайтын қорқынышты жағдай орын алды. Осы кадрлардан кейін қыз із-түссіз жоғалды. Алайда бұл оқиға әлемдік ғаламтор пайдаланушыларын бірден қызықтырмайды. Күніге ондаған адам жоғалып жатыр ғой. Бұның несі жаңалық? Ал әйгілі бейнежазба оқиғадан бірнеше апта өткен соң ғана желіге жүктелді. Жоғалғаннан 7 күн өткен соң Лос-Анджелес полициясы баспасөз мәслихатын жинайды. Онда детективтер Канададан келген 21 жастағы қыз Элиза Лэмнің орналасқан жері туралы ақпараты бар кез келген адамнан көмек сұрайды. Элиза ата-анасымен үнемі байланыста болатын қыз, және еш хабарсыз жоқ болып кетуі бір жамандықтың белгісі екені анық. Осы кездесу барысында детективтердің артқы жағында Элиза Лэмнің қайғыға оранған әке-шешесі мен әпкесін көруге болады. Олар Торонтодан ұшып келген және бірнеше күн бойы полицияға іздеуге көмектесті. Құқық қорғау қызметкерлері мен Элизаның ата-анасы бұқаралық ақпараттарды шу шығару арқылы жұмбақ жоғалу жайлы білетін адамдарды табамыз деп үміттенді. Бірақ бұл кездесу ешқандай нәтиже берген жоқ. Бұқаралық ақпарат құралдары бірнеше күн бойы бұл оқиға туралы сюжеттер көрсетіп, бірақ кейіннен басқа қызығырақ жаңалықтарға көңіл бөлген. Дегенмен бір аптадан кейін бұл оқиғаны ондаған жылдар бойы ел аузынан түспейтіндей ететін бейнежазба жарияланды. Experience in that elevator in the Cecil Hotel llamado Hotel Cecil. Last seen here at the Cecil Hotel. Surveillance footage of 21-year-old Elisa Lam. Лос-Анджелес полициясы лифттегі қауіпсіздік камераларына түсірілген кадрларды жұртшылықпен бөлісті. Бейнежазба 1 ақпанның түн ортасында жасалды. Қорқынышты 3 минут 59 секундқа созылатын видеоны YouTube-тан әлі де оңай табуға болады. Ағылшын тілінде Элиза Лэм лифт деп жазып іздесеңіз жеткілікті.
Енді атышулы видеодағы ең қызықты, ең маңызды сәттерді бірге қарап бағалайық. Міне, видеоның басында қыз лифтке кіріп түймелерді басуда. Ол түймелерге ерекше майысып қарауда. Бірақ мұны түсіндіруге болады. Егер Элиза Лэмнің ескі суреттеріне назар аударатын болсаңыздар, оның көзілдірік киетінін байқауға болады. Ал видеода ол көзілдіріксіз. Ол, яғни көзді нашар көреді, сондықтан да түймелердегі сандарды көру үшін ол осылай еңкеюде деп айта аламыз. Ал ең бірінші шынымен таңғаларлық сәт 10 секундтан кейін басталады. Кішкене кідірістен кейін қыз есіктен басын шығарып жан-жағына қарайды. Содан кейін ол бұрышқа жасырынады. Элиза дәлізде біреуді көрген сияқты. Ол қатты қорқып, оның көзіне түспеуге тырысқандай. Шамалы кідіріп, қыз дәлізге абайлап шығады. Міне мынау 2 минутта ең қорқыныштысы басталады. Элиза Лэм біртүрлі және қорқынышты қозғалыстар жасайды. Содан кейін ол дәлізде әлде біреумен сөйлесіп, одан кейін кетіп қалады. Қалған 1,5 минут бойы кадрда бос лифт пен өздігінен ашылып жабылатын есік. Бұл сонда не болғаны? Қыз кіммен сөйлесті? Кімнен жасырынды? Неліктен лифттің есіктері қыз іште болған кезде жабылмады? Неге оның есіктері қыз кетіп қалғаннан кейін өздігінен ашылып жабыла бастады? Лифтте түсірілген бұл бейнежазба небәрі 10 күннің ішінде миллиондаған қаралымға ие болды. 2013 жыл үшін бұл көрсеткіш бүгінгі 10 миллион қаралыммен тең. Осыншама атақты болуының себебі бұл бейнежазбаның қорқынышты фильмге ұқсауында. Әрине сапасы төмен, сценарийі түсініксіз, төмен бюджетті киноға ұқсайды. Бірақ бұның барлығы маңызды емес. Маңыздысы бұл өмірде болып жатқан оқиға. Және кадрдегі қыз тылсым жағдайда жоғалады. Бейне желіде пайда болғаннан 5 күн өткен соң, Сесил қонақ үйінің кейбір келушілері судың әлсіз қысымына шағымдана бастайды. Кейбіреулер оның оғаш дәмі мен түсін атап өтеді. Қонақ үй қызметкерлері суға не болғанын анықтау үшін шатырға шығады. Шатырда осында үлкен су қоймалары бар. Мұндай қоймаларды өрмекші адам секілді Нью-Йоркте түсірілген фильмдерде көрген боларсыздар. 19 ақпанда Сесил қонақ үйінің қызметкерлері дәл сондай су қоймасын ашып, ішін тексереді. Және бөшкеден адам мәйітін табады. 2 күннен кейін полиция табылған дененің жоғалып кеткен Элиза Лэмге тиесілі екенін ресми түрде растайды. Алайда мәйіттің табылуы жұмбақтың шешімі болған жоқ. Керісінше одан да көп сұрақтарды туындатты. Сесил қонақ үйінің төбесінде қауіпсіздік камералары болған жоқ. Шатырға шығатын есік құлыпталмаған. Бірақ қызметкерлердің айтуы бойынша есікте қорғаныс дабылы орнатылған. Су қоймасының төбесіне шығу өте қиын. Сол себепті құтқарушылар су қоймасының түбінен кесіп қана мәйітті шығара алған. Яғни бұл адам өлтіру болатын болса, біреу есіктегі дабылды өшіріп, баспалдақпен 3 метрлік бөшкеге адам денесін сүйреп шығып, қойманың қақпағын ашып, мәйітті ішке тастауы қажет. Және осының барлығын ешқандай із қалдырмай жасауы керек. Егер бұл жазатайым оқиға болса, онда жәбірленуші осы әрекеттердің барлығын өзі жасауы керек еді. Әлсіз қыз 3 метрлік бөшкеге шығып, киімдерін шешіп, суға секіріп, өзі есікті жауып алып, өлуі мүмкін бе? Мәйіт бөшкенің ішінде жалаңаш күйінде табылды. Дене табылғаннан кейін ғаламтордағы тергеу жаңа күшпен жүре бастады. Дәл осы сәтте көптеген адамдар қонақ үйдің оғаш тарихы туралы біле бастады. Сесил қонақ үйі бұл оқиғаға дейін де өлім қонақ үйі деп аталғаны анықталды. 100 жыл бұрын соғылған бұл ғимарат бірнеше атақты қылмыстарымен және көптеген аса танымал емес оғаш оқиғаларымен танымал орын. Тіпті жергілікті тұрғындар бұл қонақ үйді қарғыс атқан орын деп атаған. Өз-өзіне қол жұмсаулар, жұмбақ жоғалулар, кісі өлтірулер орын алған және көптеген адамдарды өлтірген жауыздар қонақ болған ғимарат. 1940 жылдардың соңында аса жауыздықпен өлтірілген Элизабет Шорттың денесі табылды. Бұл қылмыс Американың қылмыстық тарихындағы басты жұмбақтардың бірі болып саналады. Оны өлтірген адам әлі күнге дейін табылмады. Элизабетті соңғы рет дәл осы Сесил қонақ үйіне кіріп бара жатқанын бірнеше куәгер көрген. 1980 жылдары Ричард Рамирес дәл осы қонақ үйге қоныстанды. Ол түнгі аңшы атты маньяк екендігі анықталғаннан кейін бүкіл әлемге танымал болды. Рамирес 20-ға жуық адамды жауыздықпен өлтірген және 1 жылдан астам уақыт бойы Лос-Анджелесті қорқынышта ұстаған. Ол әдетте адам өлтіргеннен кейін Сесил қонақ үйіне оралатын болған. Бірақ күдікті адамға қонақ үй қызметкерлері ешқашан назар аудармады. 1987 жылы қонақ үйге австриялық журналист Джек Унтервегер қоныстанады. Ол Лос-Анджелеске Австриядан қылмыстық жағдайлар туралы мақалалар жазу үшін келген.
Джек Сейсел қонақ үйінде тұрды және полицейлермен бірге қылмыс орындарында көп уақыт өткізді. Кейінірек Гунтер Вегер күдік туындатпасы үшін полицейлердің жанында жүріп, құрбандарын таңдағаны туралы белгілі болды. Ол құрықталып, жезөкшелерді өлтіргені үшін өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Бұл тек ең танымал жағдайлар. 90 жыл ішінде қонақ үйде ондаған қайғылы қылмыстар болды. Сейселдің осындай жаман оқиғалармен толы тарихына қарай отырып, желі қолданушылары Элиза Лэмді біреу өлтірді деп болжады. Барлығы полицейлердің ақпаратын асыға күтті. Дегенмен детективтер үнсіздік танытты. Себебі олардың өздері бұл істің шешімін таба алмай тығырыққа тірелген. Бірнеше аптадан кейін Элиза Лэмнің ісіне қатысты ақпараттардың таралуы азайды. Журналистер басқа қызықты тақырыптарға көшті. Ал полицейлер бұл өз-өзіне қол жұмсау екеніне сенімді болды. Дегенмен ғаламтордағы диван эксперттері тергеулерін тоқтатпай, тағы да оғаш заттарды таба бастады. Сондай біртүрлі нәрсеге туберкулезге қатысты оқиғаны жатқыза аламыз. Элиза Лэм жоғалып кеткеннен кейін Сейсел қонақ үйі орналасқан қала маңында туберкулездің өршуі басталды. Әрине бұл екі оқиға өзара байланысты емес секілді. Дегенмен науқастарды анықтау үшін арналған тест Лэм Элиза деп аталды. Жәбірленушінің атынан аумайды. Сәйкестік пе? Әбден мүмкін. Бірақ желі қолданушылары басқа пікірде болды. Сондай-ақ ғаламтор детективтері осы оқиғаға қарай отырып, Dark Water немесе Қара су фильмін еске түсірді. Кинода басты кейіпкер қызымен бірге ескі ғимараттағы пәтерге қоныстанып, үйдің қарғысқа ұшырағанын анықтайды. Лифттің ішінде елес мекендейді, ал краннан қара су ағады. Басты кейіпкер судың неге қара екендігін анықтау үшін шатырдағы су қоймасына шығады және сол жерден жоғалып кеткен қыздың мәйітін табады. Керемет сәйкестік пе? Әлде біреу осы фильмнің сюжетін қайталауға тырысты ма? Мүмкін қонақ үйде расымен де елестер бар шығар. Желідегі көптеген пікірсайысшылар қонақ үйдің өзі Элиза Лэмнің өліміне тікелей қатысы бар екендігін атап өтті. Сейсел қарғыс атқан жер екендігіне көпшілік сенімді болды. Осыдан кейін көптеген YouTube блогерлер ғимаратқа қоныстанды және сол жерде паранормальды белсенділіктің іздерін табуға тырысты. Көптеген адамдар қонақ үйдің ішінде қара энергия бар екендігін атап өтті. Ендеше Сейсел қонақ үйінде неліктен қылмыстар көп болатынын анықтайық. Барлығын түсіну үшін біз Сейсел қонақ үйінен алыстап, ол орналасқан аймақты толығырақ қарастыруымыз керек. Сейселге жақын маңда Skid Row деп аталатын әйгілі аудан орналасқан. Қонақ үйден шамал алыстасаңыз көк шатырларды көресіз. Бүгінде қаланың осы аймағында 5000-ға жуық үйсіз адам тұрады. Бұл адамдардың көпшілігі кедей болып қана қоймай, психикалық аурулары бар және есірткіге тәуелді. Бір кездері қаланың гүлдеген ауданы қалайша үйсіздерге арналған геттоға айналды. Тарихқа көз жүгіртейік. 19 ғасырдың ортасына дейін Лос-Анджелес Мексиканың құрамында еді. Әлі күнге дейін архитектурада, көше атауларында және мейрамхана мәзірінде мексикалық мәдениет сақталған. Уақыт өте аумақ Америка құрамына өтті. Сол кезде көптеген американдықтар шығыстан оңтүстіктегі жаңа аймаққа ақша табу үшін көше бастады. Шығыстан келген пойыздардың көпшілігі дәл осы Skid Row ауданына келетін. Көптеген жолаушылар орта таптың адамдары болды және олар үшін әдемі, беделді қонақ үйлер салына бастады. Сейсел де сондайлардың бірі еді. Дегенмен қоныс аударған барлық адамдар құрметті кәсіпкерлер болған жоқ. Көптеген жолаушылар жаңа өмірмен жұмыс іздеп, үмітсіздіктен осында келгендер. Олардың көпшілігі жаңа жерде өз бақыттарын таба алмады. Келушілердің бір бөлігі темір жол маңындағы арзан үйлерді жалға алды. Енді бірі көшеде қалды. 1920 жылдардың соңында байлар үшін салынған зәулім ғимарат ескіре бастады. Ал орта тап өкілдерінің орнына кедей, жұмыссыз және баспанасыз адамдар қаптады. Содан кейін мемлекетте дағдарыс басталып, Skid Row ауданы одан сайын кедейлермен толықты. Ауданмен бірге Сейсел қонақ үйді құлдырады. Кезінде әдемі болған құрметті орын кедейлерге қысқа мерзімді жалға берілетін ғимаратқа айналды. 70 жылдары Лос-Анджелес билігі қала орталығында бірқатар реформалар жүргізуге шешім қабылдады. Жоба бойынша көптеген ғимараттар, соның ішінде Skid Row аймағындағы Сейсел қонақ үйді қиратылып, олардың орнына жарқыраған зәулім сауда орталықтары салынуы керек еді. Алайда сарапшылар бұл шешімге қарсы болды. Олардың болжамы бойынша, егер Skid Row жойылса, онда мекен ететін үйсіз адамдар басқа аудандарға тарай бастайды. Қала билігі бұл ұсынысқа келісіп, Skid Rowға тиіспеуді шешті. Келесі 30 жыл бойы полиция үйсіздердің Skid Row шекарасынан шығуына мүмкіндігінше кедергі келтірді. Нәтижесінде бұл аймақ Лос-Анджелестің түкпір-түкпірінен ғана емес, ақштың басқа аймақтарындағы осындай адамдар үшін де тартымды орынға айналды. 2013 жылға қарай Сейсел барынша туристерді тартатын құрметті қонақ үй болуға тырысты. Оның бір бөлігі кедей адамдарға жалға берілді, ал екінші бөлігі қарапайым 2 жұлдызды қонақ үй немесе тіпті жатақхана ретінде жұмыс істеді.
Әрине қауіпсіздігі жоғары, сәнді жатын орындар жоқ. Бірақ көпшілікті арзан бағасы қызықтырды. Өзінің өлім жетімге толы тарихын жою үшін Сесил атауын да өзгертті. Енді ол Stay on Main деп аталды. Дәл сол жаңа атау алған қонақ үйге Элиза Лэм бірнеше күнге қоныстанған болатын. Тарихқа көз жүгірте отырып, қонақ үйдің беделін түсірген халықтың кедей өкілдері екенін түсіндік. Сесилде ешқандай елестер, ешқандай қара энергия жоқ. Көптеген оқиғалар кездейсоқ орын алған, түсініспеушіліктен туындаған. Олардың бірі жоғарыда айтып өткен туберкулезді анықтауға арналған тест. Жәбірленушінің атына ұқсайтыны рас. Бірақ кез келген эпидемиолог Лэм Элиза деген химиялық терминдердің күрделі тіркесін қысқарту үшін қолданылатын атау ғана екенін біледі. Жоғалған қызға ешқандай қатысы жоқ. Оқиға болғаннан 6 ай өткен соң полиция тергеу нәтижелерін жариялады. Олардың мәліметтері бойынша өлімнің себебі суға бату және биполярлық бұзылыс болды. Психиатрлар полицияның тұжырымдарымен келіскен. Олардың көз қарасы бойынша Элиза Лэмнің лифттегі әрекеттері психоздың салдарынан туындаған. Тергеу барысында Элизаның биполярлық бұзылыстан арылу үшін дәрі-дәрмек қабылдаған анықталды. Ауру салдарынан ол университетте де жақсы білім ала алмаған. Қыздың қалдырған жазбаларына сүйенсек, ол ақштың батыс бөлігіне саяхат жасап, өзінің жүйке ауруларын жеңгісі келген. Бірақ бұл түсіндірмелердің барлығы ғаламтор пайдаланушыларын қанағаттандырмады. Олар қастандық теориялары мен болжамдарды көбейтуді жалғастырды. Оларды да түсінуге болады. Біріншіден, Элиза Лэмнің қалай шатырға шығып, үлкен су қоймасына түсе алғаны әлі де түсініксіз. Кейбір сұрақтардың жауабы ешқашан табылмайтыны анық. 2017 жылы Сесил қонақ үйі жөндеуге жабылды. 4 жылдан кейін ол қайтадан есігін айқара ашты. Алайда енді қарапайым турист бұл қонақ үйді нөмірді жалға ала алмайды. Бұл ғимараттағы барлық 600 пәтер тек табысы төмен адамдарға жалға беріледі. Скидроу әлі күнге дейін үйсіздердің отаны, және алдағы уақытта Американың ең қарғыс атқан қонақ үйі әлі де атағын растауы мүмкін. Енді бейнені қорытындыласақ, Элиза Лэмнің өліміне басқа адамдардың немесе тылсым әлемнің қатысы жоқ. Қысқасын айтқанда ол жүйке ауруларымен ауырып, санасы уланған. Лифттегі оғаш әрекеттерін де осымен түсіндіре аламыз. Ал лифттің өздігімен ашылып жабылуы ескіргендігіне байланысты. Қонақ үй 2 жұлдызды болғандықтан лифттің дұрыс істемеуі таңғаларлық емес. Элиза санасында пайда болған адамнан қорқып, шатырға шығып, жасырыну мақсатында бөшкенің ішіне түскен болса керек. Бірақ неліктен жалаңаш түскені белгісіз. Мүмкін ол киімдері су болып қалады деп қорыққан болар. Бөшкенің ішіне түскен қыз кері шыға алмай көз жұмған. Себебі су қоймасының конструкциясы ерекше, және оның ішінен шығу мүмкін емес. Осымен бұл тақырып жабылды. Сіздердің осы оқиғаға қатысты пікірлеріңіз қандай? Төменде жаза кетсеңіздер. Ал шығарылым ұнаған болса лөпіл басып, қолдау көрсетіңіздер. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.